Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен алатау салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен қажетті заттарымның барлығын дайындап алып, бірінші колбасамызды турап алатын боламын. Колбасамызды үшбұрыш қылып, барлығын біркелкі етіп турап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қандай колбаса қоссаңыздар да өз еркілеріңізде. Жасалу жолда өте оңай екен, дәмі деген керемет болып шығады. Достар, жасап көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарап, ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Колбасамды турап алдым. Енді помидорымызды қажет емес жерлерін алып тастап, ұзын-ұзын қылып, соломка қылып турап аламын. Барлық помидорымызды осылай соломка қылып турап аламыз. Достар, менің арнамда қандай рецепттермен бөліскенімді қалайсыздар, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер, келесіде сол видеоны түсіретін боламын. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдырамын, және де сол жерде сілтемелер қалдырып кетемін. Қажет болса, менің арнама өтіп, видеоларымды көрсеңіздер болады. Өзіме ұнайтын цезарь салатының жасалу жолымен де бөліскен болатынмын. Өтіп көрсеңіздер болады. Өте дәмді, керемет болып шықты. Помидорларымыздың барлығын осылай соломка қылып турап алдым. Енді сыр қосатын боламыз. Мен бринза қосамын. Бізге бринза қосқан қатты ұнайды. Сол үшін мен бринза қосып жасадым. Егерден сізге сыр ұнаса, сыр қоссаңыз болады, немесе бринза қоссаңыз да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Осылай үшбұрыш қылып, барлық бринзамды турап алдым. Барлығы қолжетімді заттардан, үйде бар заттардан жасалынады екен. Қонақ келген кезде тез жасап жібергенге болады. Енді қиярымызды осылай 4 бөлікке бөліп, жіңішке соломка қалып, бұларды да турап аламыз. Негізі майда соленый огурцы қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Мен өзім жапқан банкіден қолдандым. Жаз мезгілінде көптеген банкалар жапқан болатынмын. Арнама өтіп көрсеңіздер болады. Мына осылай барлық қиярымызды турап алдым. Енді үстіне капуста қосатын боламын. Негізі салатный лист қоссаңыздар да дәмі ерекше болып шығады. Мен өзім капуста қосқанды ұнатамын. Сол үшін капуста қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасап көріңіздер. Мен өз қалауым бойынша осылай капуста қосып жасадым. Енді майонезімізді қосып, кішкене шым тұз қосып жіберіп, жақсылап араластырып аламын. Өте дәмді болып шықты, достар. Жасап көріңіздер. Комментарий бөліміне бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Өте тез, жылдам дайын болатын салаттардың бірі. Осымен салатымыз дайын болды, достар. Өте дәмді, керемет болып шығады. Дастарханға тарта берсеңіздер болады. Өте керемет, менің қонақтарыма қатты ұнады, достар. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше.